Сүзбелі рогаликтер жасаймыз. Ортасына кез келген салма салуға болады. Мен салмасыз жасадым осы жолы. Дәмді болып шығады. Сүзбеге жұмыртқамызды, қант, сары май, аздап тұз, ванилинді салып араластырамыз. Одан кейін ұнымызды ұн қопсытқыш салып қамыр илейміз. Мен 2 порция жасадым. Яғни мен 4-ке бөлем қамырымды. Ал сіздерге мен 1 порцияны қалдырамын. Оны 2-ге бөліп аламыз. Деген әр бөлігімізді жұқалап бұқтармен жаямыз. Одан кейін ең алдымен 2-ге, 4-ге, сосын солай осы видеодағыдай бөліктерге бөле бересіздер. Одан кейін шетін кесіп шығамыз осылай. Сонда әдемі болып оралады. 2 жаққа қарай кішкене жібереміз де орап шығамыз. Болды, енді рогалигімізді қантқа ойнатып аламыз да бетін. 200 градуста 15 минут пісіреміз. Ас болсын.